Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабағыма қош келдіңіздер. Бүгін 6 сыныптың қазақ әдебиеті бойынша мен балаң жарық күнде сәуле қуған бөлімі бойынша Сайын Мұратбековтің Жусан иісі хикаясымен танысасыздар. Бұл 5-ші сабақ. Бүгінгі сабағымыздың оқу мақсаты әдеби туындыдағы кейіпкердің типтерін тек тұрғысынан сипаттау. Екінші, эпикалық поэзиялық шығармалардағы автор бейнесін анықтау. Бүгінгі сабағымыздың бағалау критерийлері: әдеби туындыдағы кейіпкердің типтерін тек тұрғысынан сипаттайды, шығармадағы автор бейнесін анықтайды. Бүгінгі сабағымызда осы үзінді берілген, осы үзіндіден кейіпкерлердің әрекеттерін ескере отырып, олардың типін анықтайсыздар. Алдымен үзіндіні мұқият тыңдаңыздар. Бірінші үзінді. Аянды ортаға алып, енді жайғасып отыра бергенімізде, есік ашылып, сыртқа Бапайдың кемпірі шықты да: "Үйбай, бетім-ай, бұ дүбірлеген не десем, мыналар екен ғой. Аулақ жүріңдер әрі, өй өңшең топырлаған немелер. Онысы несі-ай, тап терезенің түбіне кеп үймелегендер-ай", деп қуып жіберді. Бұл бірінші үзінді. Екінші үзінді. "Тырнағың қайсы, мысық", деп қосымды аяғынан шалып қалды. Қосым жалп етіп ұшып түсті де, терісі сыдырылған тізесін ұстаған күйі, көзі жасаурап қайта тұрды. Біраз жүргеннен кейін Есікбай оның басынан түйе тоқай ала бастады. Жылап жіберген қосым тырнамақ боп зақорлана ұмтылған. Есікбай оны ұзын қолымен тұмсықтата салып жіберді. Қосымның мұрнынан қан дірдектеп, бақырып үйіне кетті. Үшінші үзінді. Аян екеуміз бір пардаға отырғанбыз. Бірінші күннен ақ ол зеректігімен көзге түсті. Мұғалімнің тақтаға жазған әріптерін айна қатесіз қағазға түсіріп, тез жаттап алып жүрді. Тіпті келе-келе күнне 1-2 әріптен ғана өткенімізге көңілі толмай, барлық әріптерді тезірек неге үйретпейді екен? Шіркін, ағама хат жазар едім, деп күңкілдейтін. Төртінші үзінді. Аянды дәу табан керзетігімен теуіп кеп жіберді. Аян қалпақша қалқып барып, анадай жерге түскен. Тұржан енді қолындағы қамшымен тулақты сабағандай көміп алды да, тағы да тепті келіп. Бас демей, көз демей былшылдатып тебе берді. Әуелде құлындаған даусы шығып, шырқырап, ағатайлап шыңғырған Аянның біраздан кейін үні өшті. Керзетіктің астында жансыз заттай илектеніп жата берді. Балалар, осы үзіндіні мұқият оқып, әр кейіпкердің типін анықтап, келесі тапсырманы орындайсыздар. Бұл тапсырма қос жазба күнделігі әдісі бойынша кейіпкерлердің типтерін анықтап, кестеге толтырасыздар. Бұл тапсырманың дескрипторы шығарма үзінділерін түсінеді, кейіпкерлердің типтерін сипаттап жазасыздар. Сәттілік балалар. Енді өзімізді тексерейік. Бірінші үзінді Бапай кемпірдің дауысы үзіндісі берілген. Балаларға мейірімі жоқ, ашушаң, сөз көтермейді. Үйінің ауласын кішкентай балалардан қызғанады. Ал екінші үзінді Есікбай мен Қосым туралы. Есікбай дөрекі, мақтаншақ, өзінен кішіге күшін көрсеткенді ерлік санайды, аяушылығы жоқ. Ал Қосым болса ызақор, Есікбайдың алдында қауқарсыз, тез аланады, жылауық. Ал үшінші үзіндіде Аянның бейнесі берілген. Қабілетті, зерек, қағылез бала. Ағасына деген сағынышы басым, талабы зор бала. Төртінші үзінді бригадир Тұржан. Яғни Аянды
қатты сабаған үшін осы сабағаннан Тұржанның қандай екенін байқауға болады. Яғни қатыгез, мейірімсіз, дөрекі, кішкентай баланы аяусыз соққа жықты, адамгершілігі қасиеттен жұрдай екені байқалады. Ал балалар, енді келесі екінші тапсырмамызға көшеміз. Бұл тапсырма 5 жолдық өлең әдісі арқылы авторды сипаттап жазасыздар. Сіздерге бірінші зат есім берілген, екінші сын есім, үшінші етістік, төртінші төрт сөзден тұратын сөйлем, бесінші синоним. Осы кестені толтырып, автордың сипаттап жазып, өз ойларыңызды нақтылайсыздар. Бұл тапсырманың дескрипторы шығармадағы автор идеясын ескересіздер, автор бейнесін сипаттайсыздар. Ал енді өзімізді тексеріп көрейік. Бірінші зат есім, яғни автор, екінші сын есім, мейірімді, жанашыр, шыншыл, үшінші етістік, шындықты жазды. Төртінші төрт сөзден тұратын сөйлем, Аянның аянышты тағдырын суреттеген. Бесінші синоним, жазушы. Балалар, бүгін біз Жусан Иса хикаясы бойынша 5-ші сабақтың тапсырмасымен толықтай таныстық. Енді балалар, сіздерге оқу тапсырмасы. Осы сілтемеден үзіндіні тыңдап, Аянның портретін жазасыздар. Осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Қош сау болыңыздар.